Облыс орталығында Ұлы Отан соғысының 43 қатысушысы бар. Оның 31 ардагері Қазыбек би атындағы ауданда тұрады. Аудандағы көз тірі майдан жауынгерлері мен тыл еңбеккерлері достық үйінде бас қосты. Жеңіс күні қарсаңындағы жүздесуге келгендердің бірі соғыс ардагері Исмагил Галиулин. Оның әуелгі әскери міндеті танк жүргізушісі болған. Майданда 1944 жылы отан қорғауға аттанған Исмагил атаның әкесі де майдан жауынгері. Ардагер 90 жасында танк айдап көпті таңғалдырған. Кеңес сарбазы 93 жасқа келсе де өзін әлі тың сезінеді. Поздравляю вас с наступающим великим праздником. Башқұртстан жерінде тудым, бірақ өмірім осы жақта өтті. Әлі есімде, Беларусь жерін басып алған тұста жауға тойтарыс бере отырып кері шегіндірген едік. Біздің ерлік ел үшін жасалды. Сондықтан жеңіс күні құтты болсын. Қазыбек би атындағы аудан әкімі Татьяна Шатохина соғыс ардагерлерімен, тыл еңбеккерлерімен жүздесу кезінде аға буынның айрықша ерліктеріне тоқталды. Сондай-ақ басқосуда сөз алған бейбітшілер достастығы қайырымдылық қорының президенті Леонид Зиканов жаңа туындысын жиналғандарға тарту етті. Майдандағы батыр жауынгерлердің өмірінен сыр шертетін кітап жеңіс күніне жасаған тартуым дейді ол. Мой отец воевал на Курске. Әкем Курск шайқасына қатысқан, анам тыл еңбеккері. Мен ата-анамның еңбегі мен ерлігі арқылы сол жылдары қиындық көрген жандардың табандылығы мен қайсарлығын жақсы түсінемін. Жазылған кітапта сол заманның көрінісін қамтып отыр. Қазыбек би атындағы ауданда тұратын 31 соғыс ардагері мен тыл еңбеккерлерімен кездесуге парламент мәжілісінің депутаты Нұрлан Әбдіров арнайы келді. Ұлы жеңісіміздің осы тағы бір жылы мінекей сол жеңістен бері атанып өтіп жатқан жайы бар. Бүгін жалт-жұлт етіп тұрған наградаларында емес, мәселе олардың осы тұлғалық адами ерекше қасиеттерінде. Шара аясында аудан әкімдігі мен демеушілер тарапынан ардагерлері қауымына сыйлықтар табысталды. Ал Тәттімбет атындағы өнер колледжінің студенттері концерт қойып, аға буынның көңіл күйін көтерді. Мақсат Бисенаев, Шайнат Жақсыбаев, Аман Хамид, Сарыарқа телеарнасы.